сәулет құрылыс бақылау басқармасы береді. Бұдан 10 соттық жердің кезегінде тұр. Алдағы еміш. халыққа қызмет көрсету Төтенше жағдайлар департаменті қаламызда. қазір наурыз тұрғын үй бағдарламасына құжат қабылдады. Жазира мектеп бітіргеніне неше жыл болды? Маған мысалы 18 жыл болды. Уақытымыз зымырап өтіп баратыр. Қайран жастық. Түріміз 18 болғанмен, бірақ жасымыз 18 болғанмен түріміз енді қайдасыңдар тәтелер деп болып баратыр. Жаман соғады. Биыл негізі өзімнің мектеп бітіргеніме 16 жыл болды. Біздің енді өзіміздің мектеп бітіргенімізге көп жылдар болғанмен жылда қайталанады. Сол түлектердің бітіруі, жаңағы түлектердің жаңадан әр жыл сайын өзгеріп тұрады ғой енді. Биыл мынандай тренд деп жазып жатады, кей кезде басқаша көрсетіп жатады. Бірақ та енді мен өзім мақтанып айтып кете аладым, жаңа айтып жатырмын, Жалпақталдан боламын. Біздің ауыл енді өте керемет ауыл деп мақтанып айтып алайын. Түлектердің бізде биылғы кәдімгідей резонанс тудырып жатыр, жаңа Эйфель мұнарасы дейді. Былтырғы енді жаңағы домбыра, кітаптар да көрдіңіздер өзіңіз деген музыкалдық шамдармен бізде енді жыл сайын біздің ауылда спорт кешені, саябақтар, аллеялар ашылып жатыр. Біздің енді ауылда өте керемет. Сондай тұстарды әрине қолдауға болады деп ойлаймын түлектердің. Ал енді қазіргі бітіріп жатқан 11-ші сыныптар, ол енді түлектердің жаңағы ой-өрісі енді басқаша деп білемін. Эйфель мұнарасына Жалпақтала баратын болдық қой. Біз Парижге емес жақын жерде. Ерекше желіде де жақсы, сондай. Соның ішінде мектеп түлектері енді 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл болған түлектер. Жалпы биыл республикадан да жақсы, ең сондай ынтымақ мол ауыл деп арналды. Түлектерді сондай басында шаңқытай нелермен басталғаннан кейін жыл сайын бұл түлектерді одан сайын біріктіріп, тағы не жасаймыз, тағы қандай көмек көрсетеміз деген сияқты бір бәсекелестік. Соның өзі ауылдық деңгейін көтеріп жатыр. Және түлектердің бойында деген мына өз отан дегенде кіші отан ғой, өзінің мектебіне деген, ауылына деген сүйіспеншілік, яғни мектеп қабырғасынан дұрыс қабылданған деп есептеуімізге болады. Яғни олар қайда өлкеде жүрсе де әрқайсысы бәрібір өзін ұмытпаймыз. Енді ол үлкен жетістік деп ойлаймын. Бұл енді республика көлемінде жалпы сирек кездеседі, және де осындай масштабта. Жыл сайын қайталанып тұр ғой, бір жасалып тұрып қалған нәрсеміз. Бізде достар кезекті подкаст, бүгін шай әңгіме. Мектеп бітіру кешіне, оқу жылының аяқталуына байланысты білім саласы бүгінгі кезекті тақырыбымыз. Және бізде бүгін қонақта облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Темірханова Ажарқын Мұтеғолина. Дұрыс айттым ба? Мұтеғолақызы. Қош келдіңіз. Рахмет келіскеніңізге. Сізге енді осындай ерекше форматта шақырып жатырмыз. Жаңағыдай қатып қалған телеарна, ондай емес, өзіміз бос, еркін жаңағы айтқандай соған келісіп жатқаныңызға сізге үлкен рахмет. Бізде енді барымызша сізді өзіміз арнап шақырып жатқасын осындай жылы атмосферада болсын деп отырмыз. Енді сізге қояр бір сұрағым, өзіңіздің мектеп бітіргеніңізге неше жыл болды, және де өзіңіздің мектеп саласында біршама енді бірнеше 10 жылдап жасап, 20 жылдап деуге атты. Осы тұста қалай деп ойлайсыз, мектепте білім бе, тәрбие ме, әлде технология ма маңызды? Қайсысы деп айта аласыз? Соған тоқталып кетсек. Біріншіден қыздар рахмет жаңашылықтарыңызға. Жалпы осы формат подкастың әңгімелесуде, адам өзінің ойын ашық айтуда, сондай жағымды ортада да бұл да өте керек. Себебі қазіргі адамдардың сұраныстары жаңағы трибунадан тұрып лекция оқығаннан гөрі осындай әңгімелерді айтып, адамдар көңіліне қонымды деп есептеймін. Енді жалпы келесі жылы біздің мектеп бітіргенімізге де 40 жыл болады екен. Соның ішінде енді мен группада барсыз ба? Группада бармыз, класстастар деген. Келесі 40 жылдыққа енді не істейміз деп қазірден бастап жиналып жатырмыз. Мектеп түлектері ауылға қандай сыйлық жасаймыз деп біздер жаңа айтқан Жалпақтала ауылының қасындағы Қараөзен деген ауылдамыз. Аз ғана мектеп түлегін бітірдік, бірақ енді мүмкіндігінше ауылға көмектесуге деп жоспарлап жатырмыз.
енді өзім осы білім саласында қарапайым мұғалім болып 20 жылдай мектеп директоры болып 5 жылдай қалалық білім беру бөлім басшысы болып қазір білім басқармасында осы білім саласының әртүрлі этаптарына өтіп келе жатырмын. Енді жаңағы сұрағыңыз өте өзекті сұрақ. Жалпы білім бе, тәрбие ме, технология ма дегенде біздер енді бірінші орында тәрбиені қоюымыз керек деп есептейміз. Себебі мен өзім мектепте болғанда да мұғалімдерге айтатын едім, бала жақсы математик болу міндетті емес, жақсы химик болу міндетті емес, ең бірінші жаңағы дұрыс тұлға қалыптасуымыз керекпіз. Ол егер де ата анасын жақсы көретін болса, үлкенді сыйлай білетін болса, адамгершілігі болса, адамдарға жақсы ниеті болса, қарым-қатынасы жақсы болатын болса, ондай адамдардың біздің қоғамымызға келетін пайда өте үлкен. Себебі жақсы білімді адам жаңа айтады ғой бізде де тәрбиесіз білім деп та, адамзатқа қауіпті жау деп. Сондықтан да ең бірінші тәрбие ұлттық құндылық бойына сіңірген, ата-ананың тәрбиесін көрген, жақсы мен жаманды айыра білетін, ойы түзу, ниеті түзу адамдарды тәрбиелеу бұл білім саласындағы ең үлкен міндет деп есептеймін. Сондықтан да ол егер де тәрбиесі жақсы тәрбие алатын болса, өмірде дұрыс бір бағыты болатын болса, ол өзіне қажетті білімдер алады. Жақсы білім мен тәрбиесі бар адам технологияны да өзі меңгеріп, оны жүзеге асырады деп есептеймін. Сондықтан жалпы қазіргі қоғамда да көріп жатырмыз. Балаларға қандай керемет мектептерді салып, керемет технологияларды қолдарына беріп, қазір мысалы балалардың алдында жұмыс нәрсенің бәрі де бар, бірақ тәрбие жағынан ақсап жатқанымыз секілді бәріміз белгілі. Сондықтан да осы тәрбие соның ішінде біз ұлттық құндылықтарымыз, ұлттық тәрбие бізге даладан, Европадан еш нәрсесі емес. Ауылдың жаңағы жалпақтардың мысалында да сол ауылда өскен балалар ауылдың тәрбиесін көріп, сол ауылда алған тәрбиесімен үлкен жетістіктерге жетіп, және оның өзі ауылға көмек көрсетіп жатыр. Бұл енді осы әңгімеге дәлел болар деп ойлаймын. 40 жылдыққа Парижге емес, жалпақталға барасыздар да? Бұйырсын сол уақыт. Енді тағы бір сұрақ, бірінші класста көп ата-аналар бірінші класс дегенде 5 жастан береміз ба дейді, немесе 6 жастан береміз ба деп бір-біріне сөз таластыру болып жатады. Уақыт, жас ерекшелік бойынша қайсысы дұрыс? 5 жас па, 6 жас па? 5 жас пен 6 жастың арасына алып жалпы білім туралы заңда да календарлық жылы толық 6 жасқа толған бала бірінші сыныпқа бару керек деп айтылады. Жалпы мен енді мектеп басшысы болған кезде де кейбір ата-аналар келеді 5 жастағы балаларды алып. Менің балдарым жағы оқу біледі, сурет біледі, түсті айырады, күшті, аппағым, осыны бірінші сыныпқа қабылдаңыз деп, сонда мен ата-аналарға түсіндіріп айтамын. Бұл санау білудің өзі мектептің қабырғасы бағдарламасы меңгереді деген емес. Оның дәлелді ретінде ертең 2-3 сыныптарға барғанда ол өзінің қатарластарынан қалып қоятын болады. Сондықтан олардың қазір бала дүниеге келгенде оның даже кішкентай кезінде 1 айлық, 2 айлық баланың айырмашылығы бар да. Келген сайын айырмашылық азая береді, бірақ сонда да 6 айлық кез келген баланы балабақшада қабылдағанда біз 6 айлықпен де көреміз ерекшеліктеріне байланысты. Сондықтан өз қатарластарынан 1 жас кіші бала, оның зейінің тұрақтылығы, жалпы орта партада отыра білуі, әңгімені тыңдауы, ол 6 жасқа келген балалардың өздеріне кейде партада 45 минут отыру өзі қиындау. Себебі олар жас ерекшелігіне байланысты олар қозғалу керек, ойнау керек, жүру керек. Сондықтан да ата-аналарға әрине толық 6 жасқа толған балаларды мектепке беру керек, оның 5 жастағы балалық шағын өту керек деп. Толық 6 жас, сонда да береді. Ол енді толық 6 жасқа болған бала. Кейде болады, бір айдан кейін уже 6-ға толады, қазанда, суда деген сияқты қалып қояды. Біз календарлық күн, сол жылда желтоқсан айында да 6-ға толатын болса, сентябрь айында бере беруге болады. Қабылданады, ол жайында баланың бойы тұрақты, зейіні тұрақты, ойлау қабілеті қалыптасқан деп есептелінеді сол жылда. Жақсы, түсінікті. Шай ішіп отырыңыз, жұмыстан басыңыз келген шығар. Мен өзім сол 1-ші сыныптың ата-анасымын. Қызым биыл 1-ші сыныпқа барады. Жаңағы 2020 біз айтамыз ковидтік балдар деп айтамыз енді оларды. Биыл мысалға біздер өзіміз мектебімізде қалып жатырық сол мектеп 6 сыныбының. Бірақ мынандай тұста келеді да біздерге жаңа қағаз жүзінде өтініш алды. Енді 27 мамырдан бастап электронды түрде тағы да қосымша өтініш беруіңіз керек дейді. Сол қалай заңды түрде. Егер бұл сол мектепте қалып жатса мысалға. Егер де бала мектептің мектеп алды даярлық тобында оқитын болса, ол автоматты түрде 1-ші сыныпқа қабылданады сол мектепке. Оған қағазша да
көппен де өтініш беру қажет емес. Ол автоматты түрде сол мектептің бірінші сыныбына қабылданады. Енді қағазбен өтініш дегенде енді ата-аналардың жаңағы ескердіңдер ме деген мақсатта алып жатқан бұлар. Ал енді әртүрлі балабақшада, әртүрлі басқа орталықтарда болған, немесе мына мектеп алдайылықта болып басқа мектепке барамыз дегендер, олар енді ЕГО арқылы өтініш жазады. Енді жаңа сіз сұрағыңызда қағаз бен ЕГО қатар деп, ол қатар міндетті емес. Тек қана ЕГО арқылы берсе, сол арқылы қабылданады. Енді кейбір ата-аналар бізде ЕЦП-лар жоқ болып жатады. Құнттамай қалып жатады. Құнттамай қалып жатады, келе алмай қалып жатады, сосын жаңағыдай кіре алмай қалып жатады. Сондай жағдайда біз енді ата-аналарға ЕЦП-ңыз жоқ, баламыз қабылдамаймыз дейміз. Сондай жағдайда жақсы мектепке барып қағаз түрінде қабылдаңыз деп айтамыз. Негізі бір нұсқада болады да. ЕГО нұсқасында болса жеткілікті. Немесе ЕГО арқылы ЕЦП-сі жоқ болып жатса, онда қағаз нұсқада ол жеткілікті. Бірақ жаңағы бала автоматты түрде қабылданады. Мектепте оқитын бала, сол мектеп алдайылықтан мектепке көшу автоматты түрде бірінші сыныпқа қабылданады. Биыл ерекшелік сол. Енді келесі сұрақ, мен сол жаңа өзім ана болғасын, баяғы сол неге келеміз ғой. Биыл балам 4 бітіріп жатыр. Ертең мысалы түлек ұшайын деп тұрғанда жаңағы орта буынға барады. Сол тұста мысалға бізде деген 4-ші классқа барады, сыныпқа барады, жаңа айтады мода деп кәдімгідей бізді қорқытты. Сосын мен бір кез айтамын, ай бұлар ұбт тапсырып жатыр ма? Жоғары оқу орнына барып жатыр ма? Баланы неге солай қорқытасыз деп. Енді содан кейін барып біздер енді 6-шы мектеп болғасын, ол мектеп жаңағы өзіңіз білесіз ремонтқа жабылады деді, ол мектепте мода болмайды деп. Сонымен енді біздер жаңағыдай құдық біттік деп енді біздер қуанып отырық қой. Бірақ сол болса мода деген қайдан шықты? Бұл баланың білімін тексере ме, мектептің әлде мұғалімнің білімін тексере ме? Сол туралы айтып кетсеңіз. Бізде де мектепте мысалы негізгі мектепті бітірген оқушыларымыз емтихан тапсырады, 9-шы сынып бітіргендер. 11-ші сынып бітірген оқушыларымыз мемлекеттік емтихан тапсырады. Енді 4-ші сыныпта бітірген оқушыларымыз жаңағы мектепте жетістігін бағалау деп айтамыз, сырттай бағалау деп. Бұл жердегі мақсат әрине ең біріншіден жалпы мына бастауыш сыныпты буынды бітірген балдарымыз қандай дайындықпен 5-ші сыныпқа бара жатыр, соны анықтауымыз керекпіз. Бұл енді мектепте мұғалім өзі баға қоятын болса, бұл жерде біз мемлекеттік стандартқа сәйкес тапсырмалар дайындап, оқушыларға беріп, сырттан келіп адамдар бақылаушылар өткізіп, жинап алып нәтижесін қарайды. Яғни сол бастауыш сыныпты осы сыныптың оқушылары қаншалықты меңгеріп жатыр, дұрыс қабылдап шықты ма деп. Бұл енді бұның бағасы журналға қойылмайды, бұның бағасын енді ешкім жақсы әсер етпейді еш нәрсеге. Бұның қорытындысы бойынша жалпы республика көлемінде мысалы бастауыш сыныптардың берген тапсырманы қанша пайызын орындап отыр деген мақсат бойынша. Жалпы мына бастауыш сыныптың біздің методик әдістемеміз дұрыс па, бағдарламамыз дұрыс па, қай тақырыпты балдар меңгеріп жатыр. Егер кейбір тақырыпты республика көлемінде меңгере алмай жатса, ол тақырыпты бастауыштан алып тастауымыз керекпіз. Себебі жаңа сырттай бағалау өткізген нәтижесі бойынша көріп тұрмыз. Мына тақырыпты меңгермеген балалардың саны көп болып тұр деп. Содан кейін барлық мектепке осы нәтижесі бойынша ұсыныс келеді. Мысалы, сіздің мектептің былтырғы бітірген балдары мына тақырыпты жақсы меңгерген, мына тақырыптан орташа, мына тақырыпты меңгермей тұр. Сондықтан сіздер мынандай әдіс-тәсілдер қолданыңыз келесіде, мынандай тақырыптарды көбірек назар аударыңыз деген сияқты мұғалімге әдістемелік ұсыныс, мектепке әдістемелік ұсыныс, сосын жалпы облысқа әдістемелік ұсыныс. Әрине біз енді кез келген заводтан бір прибор шығаратын болса, оның сапалы шыққан жақсы көреміз ғой да, істемейтін емес. Сондықтан біз бастауыш буынды бітірген бала 5-ші сыныпқа келгенде жақсы дайындықпен бару керек. Фундамент қалыптасу үшін. Қалыптасу үшін. Қаншалықты біз онда тек қана мұғалім бастауышта 4-5 баға қояды да, 5-ші сыныпқа келгенде кейде баланың бағасы қиындап кетіп жатады. Осы жердегі алшақтықты жою үшін сырттай бағалау, яғни сырттай бағалау мен мұғалімнің бағалауының арасындағы алшақтық жоқ болса, мұғалім дұрыс объективті баға қояды деген сөз. Ал мұғалім 5 қойып сырттай бағалау нәтижесі төмен болатын болса, ол мұғалім бағаны көтеріп қояды, баланы нақты деген сияқты. Бірақ бұл мәселе жалпы оқу бағдарламасына, жалпы білім сапасы қандай болып жатыр деген әкімшілік бір шешімдер қабылдау үшін қажет. Бұның нәтижесі тағы да қайталап айтамын, журналда еш нәрсеге түспейді. Балаға Жақсы түсінікті. Енді біздер алдында білім басқармасынан болады дегенде көбінде сұрақтар қойған болатын бізге статус желісіне, әлеуметтік желіге. Сонда мындай сұрақ болды. Бұрын біздер мана 1-ші класстан бастап, 1-ші класс емес, 4-ші класстан бастап диктант жаздық қой, енді диктант, мазмұндама деген сияқтыларды. Шығарма. Қазіргі уақытта олар көп
жазбайтын сияқты да. Осының әсері деген қазіргі уақытта көп жаңа әсер етіп жатыр. Мысалы, енді кейбір оқушыларымыздан өз баламыздан бір нәрсе сұрап қалсақ, сразу GPT-ді ашады или Google-ды ашады. Сол өздерінің яғни самостоятельно ойлау қабілетінен айырылып бара жатқан жоқ па? Не айтасыз? Қайтып қою керек емес па диктант, мазмұндама дегенді? Бұл қазір енді тек қана біздерде емес, Қазақстанда емес, дүние жүзін толғандырып бір отқан мәселе. Осы мәселе дүние жүзінде де білім саласы бойынша айтылып жатыр. Кейбір жерлерде мысалы тесттен қайтып қазір жазбаша имтихандар туралы, көшу туралы деп баланың ойлау қабілетін арттыру үшін деп. Енді мектепте енді қазіргі таңда толығымен жаңағыдай жазу жоқ деп айта алмаймыз. Эссен жазуда мәселелер бар. Бірақ әрбір ғасырдың өзінің талабы талабы заманы болады. Сол мен айтамын, қазір білім саласында өзгерістер болып жатса, ата-аналар не дейді ғой, бұрын біздің кезімізде мынандай еді, қазір мынандай дейді. Мен айтамын, сіз онда қазір Жигулиға мініңізші, Москвичқа мініңізші, сол кездегі кнопочный телефонды алыңызшы десем, оны алғысы келмейді, Москвичқа мінгісі келмейді қазір. Мен айтамын, сонда сіздің кезіңіздегі білім сала неге дамымайды? Бұрын қандай талап болды? Бұның басқаша талап болды. Күшті мысал келтірдіңіз. Қазір бәрі сала бойынша жақсы чайник алғысы келеді, жақсы современный нені күні өзгеріс болғанса өзгеріс алғысы келеді. Ал білім саласын сол баяғыдағы біздің оқыған кездегі 80-ші жылғы Совет үкіметі деп сонымен қалдырғысы келеді. Олар болмайды, қоғам өзгеріп жатыр. Альфа поколение дейміз, олардың қабылдауы тез. Білесіздер ғой, бала салыстырмалы түргенде. Баланың өз ойы бар, пікірі бар. Бала сіздің пікіріңізбен бұрын мамаңыз айтса, келіспей тұрсаңыз да келісетін едіңіз. Қазір балаға жоқ, неттен сұрақ қою керек, осы сен дәлелдеу керексің осы пікіріңді. Сондықтан да білім саласы да сонымен ұрпақтардың қандай сұраныстары бар, соны қанағаттандыру үшін алға қарай дами беру керек. Біз оны бұрынғыша, біз диктант жазамыз, мазмұндама жазамыз, партаға отырғызамыз дегеннен кеттік. Біздер уже қазір топтық жұмыс, ойын айту, сыни ойлау, әрине эссе жазу деген сияқты мәселелер бар. Қазір мысалы даже тиктокты қарасаңдар, 1 минут, 2 минут, 3 минуттан кейін бала ешкімді ақпаратқа қарап өткізіп жібереді. Одан сіз 10 минут тиктокқа материал салмайсыз ғой, ол 2 минут, 3 минуттан артық болмау керек. Баланың да қазір ақпарат қабылдау деңгейі сондай. Бұрын сізге айту үшін ойланып, қабылдап, қазір балаға айттыңыз, ол қабылдап жауабын беріп үлгереді. Сондықтан ақпараттар ағымында тез бәрде, ол заман талабына сай, қандай сұраныстар бар, соған сәйкес. Түсінікті. Сұрақтың да қойып. Қазір білесіз, осы жақында біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жаңа қол қойды. Барлық жаңағы библиотека дейді, кітапхана бізде электронданып жатыр, барлығы цифрализацияланып жатыр. Бірақ қазір кітапты ашып қарасақ, суреті көп. Бізден жаңағыдай өзімізді де көреміз, біздің кезімізде жазу көп дейміз, сол бала сонда сол суретпен тез қабылдап алып тұр ма? Және де біздің осы Орал қаласында сондай цифрланған кітапханалар бар ма? Енді қазір мектептердің барлығында да кітапханалары кітапхана деген автоматты жүйеге еніп жатыр. Енді барлық 30 шақты мектепке енгізілді. Бұл жаңағы кіріп, дүние жүзінің барлық библиотекаларына кіріп, кітапханасына кіріп, өзінің кітабын электронды форматта оқып, соны тіркеу арқылы жүзеге асырады. Сонымен бірге қаладағы библиотекалардың бәрінде сайттарында электронды оқулықтарымыз бар. Кітап.кз деген жақсы платформа бар. Кітап.кз біз білмейді екенбіз. Кітап.кз деген платформада қазақша, орысша, шетелдің қазақша аударған 3 тілде ол тегін түрде ма тіркеледі? Платформаға кіріп, өзіңізге қажетті нәрселерді оқып біліп аласыздар. Енді жаңа айттым ғой, балдардың қабылдауына байланысты. Мысалы, мен сіздерге мынандай әңгіме айтсам, мен кеше паркке барып келдім, өте әдемі болды деймін. Парк Кирова ма? Парк Кироваға деймін. Парк Кироваға барып келдім, теректері де, гүлдері де, бәрі де әдемі екен. Маған өте ұнады деймін. Ал екінші, біреу айтады, мен де парк Кироваға бардым. Қараңызшы, мен сол күшті суреттерді түсіріп алып деп, сізге пейзаж, ана бұрыштағы қызыл, сары, жасыл гүлдермен, фотоларын бәрін сізге көрсетеді. Қай ақпарат сізге түсінікті? Суретпен дейсіз, Балдардың қазіргі таңда суретпен қабылдауы. Бұл ақпаратты тез қабылдауына, және сурет арқылы кісінің адамның бейнесі болатын болса, психологиялық қалпын қарастыру, сосын енді кез келген ақпаратты қабылдауда, мысалы ақпаратты даже сіз баяндама жасағанда слайд жасамай
4200 оқушы бар, анау бар, мынау бар деп айтқаннан гөрі слайдпен цифрларды көрсеңіз, адам баласы зрительно суретпен қарағанда ақпаратты тез қабылдайды. Тез жатты. осы тұрғысынан кешірім сұраймын, айтып өтейінші. Мысалы алдына кітап күні болды, кітап оқуда, сондай сәттер тағы да бір инстаграмға жаңағы бір кітап жарыс, оқу жарыстары бір нәрсе болса, байқаймыз ғой, сөздің шыны керек, студенттеріміз бар, оқушыларымыз бар. Даже кейде мемлекеттік қызметкерлер, органдардың адамдары белгілі бір кітапты алады да отчет үшін кадр жүреді деген сияқты ғой. Енді определенный кітапты атын салып қояды, цитата или болмаса үзіндісін келтіреді, фотофакт әлеуметтік желіге салады. Бұл деген жалпылама халықтың өзін алдау процесі, революциясы жүріп жатқан жоқ па? Бұл жерде мен бір қызық ақпарат айтқым келеді да, мына құндылықтарға бағытталған білім беруде мынандай ақпарат айтылады. Қысқаша дейін уақытымыз алмайды, уақытымыз адамның ниетіне байланысты деген да 6 критерий бар екен. Жаңағыдай оның бәрін тоқтап уақыт алмайды. Біреу жаңағы көзге түсу үшін, біреу жаңағы маған шықта сондай баға берсін деп, біреу қорқып тапсырма беруіне байланысты деп. Ең соңғы жоғары деңгейдегі адам өзінің ниеті ешкім емес, мен өзім үшін деген. Біздің тәрбиенің мақсаты да сол. Кез келгені нәрсені істегенде сен біреу үшін емес, көріну үшін емес, өзің үшін деп. Енді оған келу үшін де белгілі бір этаптан өтуіміз керек болар. Енді жаңағы ол адамның өзінің іс-әрекетіне өзгерту де қиын, бірақ тәрбиеміздің өзі соған келтіру керек. Сен өзіңе кітап оқу керек па, сен оны инстаграмға салмай-ақ, ешқайда салмай-ақ қой да. Мысалы мен өзім жұмасына бір кітап міндетті түрде оқуға тырысамын, бірақ мына оқи алмай қалсам, бір күні өзімнің демалыс бір болатын болса, осы күні бір күнге оқып шығайын деп оқимын. Бірақ мен оқыған маған ешкімге керек емес, мен оны ешкімге айтпаймын да, ол өзім үшін керек. Адам өзіне байланысты да. Иә, сондықтан да біздер балдарға енді қазіргі таңда мектепте әртүрлі жобалар арқылы оқып, жаңағы көп оқысаң белсебед ұтып аласың деген сияқты может балдарға керек те болар, қызығушылығын арттыру үшін. Бірақ қоғамда біз инстаграмға салып, іс-әрекеттерін бәрін салып, сондай этаптан өтіп жатырмыз. Мен ойлаймын, ол да уақытша нәрсе болар деп. Белгілі бір кезеңде одан да өтіп, адам баласы өз үшін деп дұрыс қабылдайтын деңгейге жетеміз бе деп. Енді қазіргі таңда хотя бы әйтеуір сөйтіп бір көрсету үшін де оқыса да деп дегенде да адам мүмкін талпынарды түсінікті, жақсы, рахмет. Енді тағы бір келесі күтіп отқан жаңалық бар. ОБТ мәселесі да. Биыл ОБТ-да қандай жаңалықтар бар? Қалай? Ата-аналар қандай өзгерістерді күтіп отыр? Жалпы мына ОБТ-ны айтатын болсақ, естеріңізде болса, бітірген уақыттарыңызда мектептен бір күнді белгілеп, мысалы 2-ші маусым күні барлығы тапсырады, барлық мектептерде ұлттық бірыңғай тапсырады. Одан әртүрлі көмектескен де адамдардың нәтижесі болды. Одан бәрі қоғамның бәрі сол назарда. Қазіргі таңда мамыр айының 12-сінен бастап, жаңа шілде айына дейін өзі күн таңдап алады да, сол күні тапсырып шығады. Оның ішінде камерамен жан-жақтан барлығы қадағалап тұр. Ешқандай сырттан көмек жоқ. Адамдар уже соған үйренді. Бұрын деген тапсырайын деп жатыр еді, қандай көмектесуге болады деген адамдардың арасында пікір болатын еді. Қазір бәрі де тоқтады. Қазір ұлттық бірыңғай тестілеу өзіңнің біліміңе білесің, қанша бал аласың, сондай баласың. Оның қасына қазір енді ешқандай көп өзгеріс жоқ. Сол 2 мүмкіндік береді мектеп түлегіне. 2 мүмкіндіктің ең жоғары алған балын өзінің грантқа түсерде есептелінеді. Егер де жаңағыдай төмен болып жатса балы, онда енді тамыз айында ақылы түрде тапсырылады. Ақылы түрде тапсырып, оны ақылы жоғары оқу орындарына түсу үшін пайдаланады. Бұл жерде тағы айтам, мектеп түлектері тек қана өзіне сену керек, өздері дайындалу керек. Ешқандай сырттан көмекке, енді ол түлектерді үйренді қазір, олар да көмектің не екенін де білмейді. Барады, бәрін тапсырады, кіреді, шығады, нақты алған объектив бағыттарды бағасын алып шығады. Ал жаңа сол 3 мүмкіндіктен де құлап қалған оқушы болса ОБТ-дан ол не істей алады? Келесі жылға қала ма? Иә, келесі жылға қалмайды, оның енді ешқандай несі жоқ. Ақылы жоғары оқу орындарында
қаңтар айында тапсыруға да мүмкіндік береді. сосын әкімдіктің нелер гранттары болады да, соларға іліп кетуге мүмкіндіктері бар да. Түсінікті. Енді бізде тағы бір үлкен мәселе осы білім саласында да мектептер мәселесі да. Облыста жалпы қанша қазақ мектебі бар, жалпы қанша орыс мектебі бар, және күрделі жөндеу өтіп жатқан мектептер саны, олар нешеу биылғы жылы, жаңа мектептер саны бойынша ақпаратты айтып өтсеңіз. Енді Тоқтап қалады ма? Тоқтап қалады ма, не істейді? Келесі Подкаст. Уақыт қысқа. Ол кісіге онда көп емес ғой. Жақсы. мектепті тоқтата қойып онда. Так, 5 минут қайтты. 30 минут дейік, Онда қазақ тілін сұрақ қоя қойыңыз. Так, осы сұрақ онда маңызды мәселе да? Иә, сол жаңағы мектеп ремонттары. Иә, осыны жалпы айтып өтсек. Қазіргі таңда өзіміз қалалық білім беру бөлім басшысы болған кезде мына Орал қаласының өзінде таза орыс мектептері болды ол кезде. Қазіргі таңда барлық мектептерге қазақ сыныптары ашылды. Қазір Орал қаласындағы 53 мектептің ішінде таза орыс тілінде сабақ беретін мектеп жоқ. Аралас, қалғандары қазақ тілінде мектептер. Енді облыс бойынша 388 мектеп бар, оның 14 жеке мектеп, қалған мектептер өзіміздің мемлекеттік мектептер. Енді жаңағы күрделі жөндеу бойынша былтыр 2025 жылға 6 мектеп күрделі жөндеуден өтті. Биыл енді 33 мектепті күрделі жөндеуден өткізуді жоспарлап 33 мектепті? 33 мектепті. Иә, енді қазір қаражат жағынан кішкене проблемалар болып жатыр. Бәрін күтіп отырмыз. Егер де жақсы қаражат жағы оң шешім тауып жататын болса, сол мектептерде реновация арқылы күрделі жөндеуден өткізуге жоспарлап жатырмыз. Енді біздер осы соңғы оқу жылының қорытындысы бойынша дайындық жұмыстарын жүргізгенде соңғы 3 жылда деп айтып жатырмыз. Соңғы 3 жылдың ішінде мысалы 30 мектеп салынған екен жаңадан. Ол енді келешек мектептеріміз бар, 8 келешек мектептеріміз бар. Сол жаңағы КПО-ның жаңағы инвестициялық проект ретінде салынып жатқан мектептер өзіміздің жергілікті жерлер, яғни мақсатымыз авариялық жаңағы үш ауысымда немесе сондай мектептердің енді 3 жылдың ішінде 30 мектептен ол үлкен көрсеткіш. Қазір комфортный мектептер салынып жатыр ғой да? Иә, қазіргі таңда облыста 8 комфортный мектеп салынып берілді. Қазір осы 9-шы мектеп осы қыркүйекке дейін ашылады деп отырмыз Ақсай қаласында. Сонда 2026 жылға дейін 9 комфортты дейміз, келешек мектептер дейміз бізде қазір келешек мектептері іске қосылып, балаларды қабылдап, енді ол келешек мектептердің материал-техникалық базасы өте заманауи да? Иә, заманауи, барлық талаптардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын сондай сәулетті мектептер. Уақытымыз 25 минутқа сондай есептелген ғой, камераны бағып тастаған. Сізді деген тағы да бір шақыру керек екен әңгімемізге. Әңгімеміз. Сіз өте күшті ашып айтып жатсыз, шыны керек. Ренжімеңіз. Құрметті достар, бізде енді подкаст 20-25 минутқа есептелген. Білім басқармасы мен Ақжарқын ханыммен әңгімеміз өте қарқынды алып жатыр, бірақ та уақытымыз қысқа. Сондықтан біздің Instagram желімізге тіркеліңіздер, жаңалықтардан құр қалмаңыздар. Жазып кетіңіздер. Бұл кісіні алдағы уақытта тағы да шақыру керек. Рахмет. Қысқы кезіңізде шақырмаймыз. Сізге де рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Қуаныштымыз. Көп ақпаратты өзіміз алдық деп ойлаймын. Енді тәттілеп шай ішеміз.